Так, достар. Қараңдар, бізде Орео шықты. Орео. Сәлем достар. Сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Али және кадрдан тыс отырған Әділ Және Алмас. Гален Кобяков. Кобяков емес, Кобяков. Мен білмеймін, мен Влад А4-ге қарамаймын. Так, достар, біздің миымызға бүгін керемет идея келді. Барлығыңыз осындай Орео печенькаларын жақсы көретін шығарсыз. Міне осындай кәс. Ойына келген жасап жатыр мынау. Как всегда, ё-моё, видео басталмай жатыр уже. Ингредиенттерін бәрін жеп қоясың ғой сен. Ингредиент емес. Дәл осындай Ореолар дайындайтын боламыз, бірақ кішкентай Ореоларды емес, біз үлкен Орео дайындаймыз. Интернетте біз бірнеше рецепт видеоларды қарадық. Ванзай деген сияқты каналдардан шетелдік блогерлерді қарадық. Барлығында біз байқағанымыз осындай кішкентай печенька жасаған кезде бәрі нормально, ал үлкен Ореоны жасаған кезде оларда почему-то мынандай үлкен пышный болып тұрады да, немесе бір торт сияқты болып тұрады. Булочка сияқты. Немесе булочка сияқты болып тұрады. Немесе бір какой-то бір панкейк, чизкейк сияқты бірдеңе болып тұрады. Біз болсақ жіңішке печеньканы істегіміз келеді, бірақ үлкен. Яғни оны біз дәл консонанс, консилиум. И соны қайталайтын боламыз. Короче, біз бүгін үлкен Ореоны жасайтын боламыз. Ал сіз болса осы канал арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, әдемі пікір жазуға ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Ал енді Али, бүгінгі видеоға не керек болады? Негізі бүгінгі біздің ингредиенттарымыз қатты ерекше деп айта алмаймын. Кәдімгі нәрселер. Ол ең біріншіден бізге ұн керек болады, жұмыртқа керек болады, май керек болады, ванилин, разрыхлитель, тесто, қазақшасын қалай аталатынын білмеймін, кешіріңіздер. Какао, негізі какаосы кейбірлер айтады жарамайды деп, сол себептен біз осындай какаоны алдық. Кәдімгі какаоны. Сүт және бізге осындай мексиканский бандадан келген қант ұнтағы керек болады. Жергілікті магазиндердің арасынан біз осындай қара пищевой краситель таптық. Сироптың бір түрін таптық, екінші сироптың түрін және ванильный эссенцияны осы бүгінгі видеоның спонсорының сайтынан, яғни iHerb атты сайтынан іздейтін боламыз. Дәл қазір мен сіздерді iHerb сайтымен жақынырақ таныстырып кетейін. iHerb бұл әлемдегі 1200 жетекші брендтердің 30 мыңнан астам өнімдерін ұсынып келе жатқан ақштағы ең ірі интернет дүкендерінің бірі. Және iHerb өнімдері GMP стандарты бойынша сертификацияланған. Складтарды жиналып, климаттық бақылаудағы қоймалардан 180-нен астам елдерге жеткізіледі. Заказ істеу үшін не керек бізге? Сайтқа авторизация керек. Авторизация бізде жеңіл. Кіреміз, кез келген Facebook болсын, Google болсын, барлығыңызды сіз YouTube көріп отқаннан Google аккаунт бар шығар, Google аккаунтпен тіркелеміз. Ары қарай сайтта авторизация өткеннен кейін сіз кез келген товар таба аласыз. Ол дұрыс тағамдану тақырыбы болса, немесе өзіңіздің денсаулығыңызға пайдалы заттар іздесеңіз, мысалы поиск-пен іздесе болады, және бізде осындай үлкен каталог бар, сол жерден іздей аласыз. Мысалы, дәл қазір біз витаминдарды іздейікші, мультивитамины дейді. Түрлі витаминдер тапса болады. Еркектерге, әйелдерге, балаларға. Мен ер адам болғандықтан суперэффективный комплексный витамины для мужчин таңдай добавить в корзину деп басамыз. Корзинаға түсті. Оформить заказ деп басамыз. Тауарымыз таңдағаннан кейін, оны салғаннан кейін жай ғана оформить заказ деп басамыз, болды. Дәл қазір біз тек қана видеоға керекті ингредиенттарды емес, солай-ақ өзіміздің денсаулығымызға пайдалы витаминдерді және керекті заттарды алатын боламыз. Мысалы, біз неменеге заказ бердік? Сироп со вкусом шоколада таптық. Чистый экстракт ванили таптық. Дәл бізге керек заттар міне табылды. Нені өзімізге керекті осындай витаминдер, даже обзорға 2 чипсын тауып алдық. Өзіміздің мысығымызға дейін де атауы заказ бердік қой. Мына жерде меховой комок деген нәрсе бар екен біздің мысығымызда. Как раз сол меховой комоктармен проблема. Жаным сол. Әрине iHerb сайты біздің көрермендерімізді қуантуға дайын. Сондықтан арнайы сіздер үшін олар осындай промокод дайындап қойды. Сипаттамадағы сілтемеден өтіп, осы промокодты терсеңіз, сіздерді жақсы жеңілдіктер күтіп тұр. Өзімізге керек заттардың біз бәрін таптық, заказды оформить еттік. Енді тек күтеміз, заказ тез келу керек. Так, міне біздің заказымызда келіп қалды. Так. Екінші сиробымыз. Ноғыр, мынау басқандай. Міне екінші сиробымыз. Ванильный экстракт. Осындай ерекше чипсылар. Адымен Алмасқа өзінің витаминдері. Осы витаминді күттім. Сенде, как всегда, крутой. Бізге жайский. В смысле? Және біздің мысыққа. Енді мен жемеймін, дәмінде көрмеймін. Мынау біздің мысығымызға. Ал енді бүгінгі видеоның спонсоры болып тұрған iHerb сайтына алғысымыз шексіз.
Ал біз болсақ видеоны жалғастыра берейік. Барлығын енді екіге бөлеміз. Яғни біреуі қамырға керек болады, ал екіншісі оның креміне керек болады. Әрине қамырдан бастайық. Белгілі бір граммовкаларға қарамай өзіміз істеп көрейік. Примерно 2 лепешкаға жетемін бұл. Көп бөкітсе ештен кетпейді. Енді как-то оны ашамыз. Ол қанша бөлігі болу керек? Аспаздық инстинкт бойынша дайындап жатырмыз. Разрыхлитель теста қанша керек мына? Точно көп бөкітпей ме? Давай екеу салыстырайық. Мамадан сұрасайшы. Мам, разрыхлитель жетеді екен. Енді мынаны ұнтақтардың барлығын араластырамыз. Тағы да қосып жіберейік, кішкене түсі бізде жоқ, түсін шығарамыз ғой, шығарамыз. Так, сразу айтамын, біз аспаз емеспіз. Біз интернеттегі аспазшылармыз. Менің көріп атқан кондитерлармен боқтап атқан шығар. Бізде міне осындай ұнтақ пайда болды. Қамыр сияқты болу үшін жұмыртқа салатын боламыз. Так, мен білмеймін бізге қанша жұмыртқа керек болатынын. Бізге тек жұмыртқаның сарымыз ғана керек болады. Салайын, Мә кіріп кетті ішіне. Қазір видеоға түсірші. Ананда антистресстер болады ғой. Сол сияқты кіріп кетіп көрінді. Ай-бай! Оп, сразу. Қарасашы. Идеально. Давай бөлін, тезірек. Бола берсін, саласы. Мен бірге сала берейік қой, болмайды. Міне барлығын істедік, бірақ бізге қараңыздар, ана қамырдың түсі мынандай болу керек. Бірақ бізде әлі де ондай емес, сондықтан біз мына жердегі сироп пен красительді және майды қосатын боламыз. Сен иісті сезіп тұрсың ба? Мен сезіп тұрмын, печеньенің иісі. Несквикке қарағанда иісі ерекше. Әділ, қамыр сияқты болмайды. Ана нені майды просто жұтып қойды болды. Айттым ғой саған, бір пачка қосу керек. Сиропты қосайық па? Давай сиропты қос. Әділ, мен перчаткамен қолмен істейінші. Қалған майымызды толықтай қоссақ, әйтпесе бұлдың барлығы бір сухой болып қалды ма, неме болып қалды? Сен не істеп отырсың, Тесіліп қалды. Перчаткамен. Біз өзіміздің сезімімізбен, өзіміздің интуициямен бірдеңке істеп жатырмыз. Ешкімнің видеосына ұқсамасын деп, ешкімнің рецептіне ұқсамасын деп, өзіміздің ерекше авторлық деп айтса да. Так, сиропты қосайық па? Қоса берейік, уақыты келді дәл қазір сироп. Америкадан келген сайт сироп қой, білесіңдер ме? Шын? Америкадан келінген. Иісі қандай? Шоколад сияқты ма? Білмеймін. Нутелланың иісі сияқты ғой. Точно нутелла ма? Кішкене құйып көрейін, жетеді осы. Жете ме осы? Жетеді, қазір екіншісін қоя салмыз тағы да. Сиробымыз? Мощный иісі ондаған. Жетеді менің ойымша. Жетеді деп білесің бе? Қазір қатты анандай иісі шығып қалмасын анда. Біздің ойымызша мына жерде тек сироп пен май аз болып қалатын шығар. Енді ананың иісі анандай болып тұрмасын, мүңкіп тұрмасын сироппен. Енді жоқ мүмкін. Енді бізге сүт керек болады. Сүтті кішкене қосайын. Сүт что-то болмайды мынау. Дәл біздің керекті негізі консистенциямыз келді. Красительді қазір қоса берейік па? Красительді қосайық. Кейбір адамдар сұрайтын шығар, тақ қап-қара болып тұрған, не үшін қосасыңдар деп. Жоқ, міне қараңыз, қараға жетпейді, мына қараға жетпейді әлі. Тамшылап жатыр. Тым қап-қара болып кетпей ме? Осы бірнеше тамшы жететін сияқты әлі. Не болып қалды ма? Зеленый болып кетті ме? Не бәле? Жоқ, зеленый емес, қара дұрыс. Не достар, біздің қамырымыз дайын деп айтса да болады. Енді мынаны біз екі бөлікке бөлеміз де жаямыз. Айтпақшы, дұрыс. Ортасын қарайтын болсақ, консистенциясы идеальный. Достар, біздің бір қателігіміз.
бір үлкен қателігіміз бар. Біз красительді негізі или сиропқа, или сүтке қосып нету керек еді, араластыру керек еді. А біз оны просто үстінен қосып салдық. Жарайды. Уаппапа, уаппараппапа, параппаппап. Достар, білмеймін кім сенеді, кім сенбейді, бірақ біз көзімізді жүгіртіп қарадық рецептті, ал былай алатын болсақ негізі өзіміз істеп жатырмыз. Орео. Печенье Орео шықты бір жағы. Енді екінші жағын нені жаямыз. Тура солай. Сонымен қатар міне қараңыздар ма, өзінің размеріне санайтын болсақ, но дәл сондай болып шығады негізі. Пропорциясы деп сон. Біздің лепешкаларымыз дайын. Лепешка деп айтса да қиын болады уже. Печенье, кәдімгі печенье болып қалды. Міне осылай салайық. Біреуі. Бізде 10-15 қана минут. Бізге білесіз бе осы кулинарный рецепттердің видеосы кем дегенде 5, 6, 7 сағатқа дейін кетіп қалады ғой. Бірақ үйде бар ғой, ерекше жаңа естер шығады, керемет осындай жаңа эмоциялар болады. Бәрі сіздер үшін, сондықтан лайктарыңызды басуға ұмытпаңыздар. Асылғылай! Екіншісі кетті. Кеш бесті. Әділ және пазл бөлшектері. Біз майды қосамыз. Как раз керекті мөлшерде. Енді маған қанша не керек? Мына жерге дейін аласың ғой деймін. Қараш, қасықпен қарай. Қасықпен осындай үшеу жетеді. Мен ойымша. Екеу. Үшеу. Тағы керек болса тағы қас саламыз, е? Майдың иісі кішкене кетсін деп біз ванилинді қосамыз. Мен тұрым бычты болып кеткен шығар, е? Бөлме әбден ыстық. Көп қосып жіберген жоқ па? Жо, жақсы. Ойласаңшы, бір пачка қостық. Және біз найхоттан алынған ванильный экстрактымыз. Ооо, мощный ғой. Енді көрейік. Міне достар, біз тағы да 3 қасық қант пудрасын қосуға шешім қабылдадық, және осындай ванилинді және қайтара дәл жаңағы сияқты істейтін боламыз, себебі әлі де майдың иісі шығып тұр қатты. Өйткені әділ және дәмін көрді, иә, мені майдың иісі әлі қатты шығып тұр. Йо-майо. Жарайды, енді менің ойынша жаңағы майды точно енді кетіреді. Біз осындай стакан ішіне осындай пакетик салып, кондитерский пакетті істейміз дәл қазір. Осы сұйықтықты дайын болған ішіне салайық. Толтырайық. Әкеме ұстап тұрайық. Кейін осыны Ореоның ортасына толтыратын боламыз. Дәл қазір біз бұны салып, мұздатқышқа салып қойымыз. Мінеки соңғы тамшыларын салып жатырмыз. Біздің беттерімізге, менің емес, Әлидің бетіне аса мән бермеңіз, себебі бұл бөлме өте ыстық. Өте ыстық болып кетті, өйткені мына жерде біріншіден далада почти плюс 20 болып, бізде еще мына жерде қосылған духовка тұр. Сол себепті мен мына жерде терлеп жатыр. Так, біздің печенькаларымыз не болды? Қарайық, е? Ең алдымен астыңғысын көрейік. Кепкен сияқты болды. Міне пісті. Скоро піседі ғой деме уже. Менің ойымша екеуін бірге алайық, иә? Екеуі бірге пісіп жатқан сияқты. Біз ойлағанбыз просто асты тезірек піседі, үсті кішкене ұстау керек, бірақ бірдей пісіп жатқан сияқты түрі бар. Бірақ енді әділ кішкене күте тұрайық, е? Тағы күтсек ештеңке қылмайды. Кепсін әбден ішінде. Ал достар, біз 21:55-те қойдық. Қазір 22:45. Қанша минут өтті бізде? 50 минут өтті ғой дейме? 50 минут өтті. Енді ақындап шығарайық. Бір қабаттан күйдіріп аламын. Екі қабат. Екі қабатым бар. Опа. Мынауды шықты. Негесі. Мінекей достар, печенька дайын болды. Мына жерде де дәл солай. Байқасаңыз қараңыз. Кәдімгі печенье болып шықты, қараңдаршы. Міне қандай. Қап-қатты. Екіншісін көрсетейін. Екіншісі. Міне. Кәдімгі печенье болып қалды. Видеоның басында айтып кеткендей достар, бұл анандай видеолардағы сияқты үлкен булочка сияқты емес, қатты кәдімгі. Бұл қап-қатты қараңдар.
міне кәдімгі печенье болып қалды. және достар біз жаңа осындай шеттерін қырларын алып жеп көрдік. Бұл кәдімгі осы Орион дәм сияқты болып шықты. Реально. Иә, нағыз Ориондар. Так, енді достар, біздің келесі қадамымыз осы немен типа шприц жасаймыз, мынаның басын кесеміз қазір осылай. Кесші Енді мынаны кремді ағызамыз. Ана бізде кішкене ыстық болып тұр. Ойбай, мынаның шприцтің түрін-ай. Короче, типа панты болды бізде. Болмай қалды. Мінеке. Так. жай ғана осылай шығарып тастасақ дұрыс болады. Короче, понт болмай қалды менде. Мынаны не істеймін? Жажым ба? Пышақпен жай шығайық. Біздің печенькамыз кішкене ыстық. Ал неміз... Біз жаңа суыттық печеньканы, соның өзінде кішкене ыстық. Әділ, мынау жетеді. Енді үстінен екінші нені салайын. Қай бетіне салайын? Мына бетіне салайын, мына бетіне салайын. Ана квадратнысын жоғары қарайды. Ана тегіс жағын. Иә, тегіс жағын. Текс. Ал, міне. Так, достар. Қараңдар, бізде Орио шықты. Орио. Мә, шын айтайын достар, мақтан деп ойлап қалмаңыз, бірақ бұл біздің рецепттердің арасындағы дәмі мен өзінің текстурасымен дәл шыққан видеолардың бірі. Міне қараңыздар, міне. Тек қана Орио деген логотип мұнда жетпейді. Болды, қалған бәрі кәдімгі Орио. Мынаны бұлай есуге по-любой ыңғайсыз болады. Енді Ориомен салыстырып көр. Шын, реально ұқсай ма? Қазір мен көрейін. Не мына жерде кішкене бізде ақып қалды. Соны сындырып кішкене. Мына жерін ал. Қатты пока. Ай, сақтан шық. Ёлки-палки. Все, давай, жарайды, с холодильники салайық. Так, міне. Біз бөлмей дәл осылай дәмін көрейік тез. Қалай? Мә, Арим. Настоящий Орио шықты. Қолыңды берші, міне. Бүгінгі күн тарихқа кіретін күн Puzzle Life дәл ғып істеді рецепт. Бүгін біз дәл мына Ориодан еш ерекшеленбейді мына Орио. Ал достар, біз бүгін үлкен Орио істейміз дедік. Үлкен Орио біз істедік. Енді рецепт жайлы не деп айтамын? Жалпы рецепт жоқ. Иә, біз таза интуиция бойынша істедік. Тек қана құрамдарында керек қажетті заттарды алдық. Иә, сөз жоқ. Біз видеоларды қарадық, солмен қарадық, бірақ пропорция, граммовка деген нәрселерді мүлдем ұстанған жоқпыз. Өзіміз примерно істей бердік, бірақ соның өзінде Ориоға ұқсас болып шықты. Ал енді бүгінгі біздің видеомыздың спонсорына алғысымыз шексіз. Осы iHerb бізге осы видеоны түсіруге көмектескеніне, бізге сол арқылы біз осы ванильный эссенцияны таптық, біз екінші сиропты таптық. Жалпы достар, егер өзіңізге, денсаулығыңызға, егер өзіңізге бір спортпен айналыссаңыз, сіз егер активті өмір сүрсеңіз, витаминдер керек болады, әртүрлі добавкалар керек болады, соны сіз iHerb сайтынан ала аласыз. Сонымен қатар iHerbпен байланысты барлық сілтемелер видео сипаттамасында болады. Міндетті түрде өтіңіздер. Сіздерге барлығы ұнайды деп сенеміз достар. Сонымен қатар бүгін шынымен де Puzzle Life арнасындағы бұл тарихқа кіретін видеолар бірі, неге десеңіздер, бірінші рецепт шықты. Дәл тура сондай болып шықты. Сіздерге үлкен рахмет. Біз өте қатты шаршап кеттік. Сондықтан достар, міндетті түрде осы видеоның астына көп лайк жинайықшы. Сол кезде біз тағы да керемет Ориоға немесе басқандай бір осындай брендтермен байланысты бірдеңкені дайындап көруге тырысамыз. Сондықтан көбірек лайк, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде осылай Али сияқты билеп тұрып тіркеліңіздер. Ал сіздермен бүгін керемет рецепті дайындаған Али және керемет оператор Әділ бүгінге осы пазлға жазыл. Болды. Бітірдік. Нешеде бастадық? Бірақ негізі тез үлгердік біз. Нешеде бастадық? Жалтта бастадық. Тез деймін, баш 6 сағат. Қазір 11 болып кетті, 11-ден асып кетті.